Бастауыш сынып оқушыларына арналған қазақ тілі сабағы. Бүгінгі тақырып сөйлем. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемнің соңына не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Сөйлемнің мынадай белгілері болады. Бірінші, сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Екінші, сөйлем сөздерден құралады. Үшінші, сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Төртінші, сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Бесінші, сөйлемнің соңынан тыныс белгісі қойылады. Мысалы, күн жылынды, орманда құстар сайрайды. Әкем қызықты кітап сатып әперді. Қар жауды, далада қар жауып тұр. Сөйлем туралы тағы да екінші бөлім бар. Сау болыңдар.